Сәлем достар. Кім несімен бай болса, сонысымен бөліседі. Кішкене қалашықтан бір адам үлкен бау-бақшасы бар әдемі үй сатып алады. Ол өте бақытты еді. Кеш бата ол бақшаға шығып, таза ауа жұтып, жайқалып өсіп жатқан бағын тамашалап, жақсы әсер алып демалатын. Бәрі сондай тамаша болатын. Тек үйінің қасында өте зұлым, іші тар көршісі бар еді. Сол көршісі әйтеуір бір жамандық ойлап, зиянын тигізіп жүретін. Бір күні әлгі адам есігінің алдына шықса, жуынды құйылған былғаныс шелекті көреді. Көршісінің қылығы екенін бірден түсінеді. Көп ойланбастан жуындыны төгіп, шелекті жалтыратып жуып, ішіне бағындағы үлкен әдемі алмалардан жинап салады да көршісінің үйіне барады. Есігін қағып өзі кетіп қалады. Ал өз ісіне риза болған көршісі іштей, келдің ба, мен қазір оның бетіне бәрін айтам деп ойлап, ұрсысуға дайындалып есікті ашады. Есікті ашса, алдында алма толы шелек тұр. Өзінің шелегін бірден таниды, бірақ жалтырап жуылған. Бетінде бір жапырақ қағаз тұр. Ол қағазды алып оқыды. Кім несімен бай болса, сонысымен бөліседі деп жазылған екен.